Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің 6-шы сабағымызға қош келдіңіздер. Жалпы осының алдын ала 4 сабақтарымызда біз логикалық операцияларды бастағанбыз. Енді логикалық операциялардың жалғасы біз ақиқат кестесін және бүгін біз логикалық сызбаларын өтеміз. Логикалық сызбалар өтпес бұрын қайталап алайық. Бізде жалпы қандай операциялар бар? Бізде терістеу, ағылшынша жаза берсем, терістеу немесе not. Сосын бізде конъюнкция, сосын бізде дизъюнкция. Осы 3 операцияны біз өткенбіз. Мынау бізде and, мынау бізде or. Белгілері бізде мысалы мынандай және мынандай леп белгісімен, and бізде айттық, көбейту ретінде аламыз оны. Бізде көбейту немесе астына қарайтын үшбұрыш немесе смайлик, грустный смайлик. Сосын бізде тағы да M&M's бар. M&M's дейтініміз бізде осындай 8 сияқты. Or бізде қосу. Немесе ол үстіге қарайтын үшбұрыш, немесе бізде күліп тұратын смайлик. Қараңыздар, осы 3 логикалық операциялар бар. Енді осылармен біз белгілі бір шарт болған бізге. Сол шарт арқылы біз белгілі бір ақиқат кестесін құрастырдық. Ақиқат кестесіне біз айттық, бізде мысалы А, Б сандар болса, біз 0, 0, 0, 1, 1 және 0 және 1 мен 1. Осы варианттарды біз өзіміздің шартымызға қойып ақиқат кестесін толықтырамыз. Мынанда біздің шартымыз болады. Мына біз белгілі жауаптарды жазу керекпіз. Осылай біз ақиқат кестесін құрастырдық. Енді қараңыздар, осындай операциялардың қосындысы және бізде схема, осылай операцияның қосындысынан кейін бізде схемалар пайда болады. Мысалы, бірінші мысал ретінде, есеп ретінде, қараңыздар, осындай бар. А және Б бізге айтады. Мысалы, бұлай болсыншы, қараңыздар, бұлай. Мынау бізде мындай не болсын. Сосын бізде бұлай болсын. Бұлай болсын. Соңғы қарай бізде бұлай кетіп, бұлай бізде 1 болсын. Енді ең сонда бізде мынау екеуі бірге, мысалы, қайттан көбейту болсын дейік. Қараңыздар, осы жерде бізде жауап. Осы жауапқа біз өзіміздің теңдеуімізді, шартымызды жазу керекпіз. Осы ең жауабында. Сол арқылы арғай біз ақиқат кестесін құрастырамыз. Бірақ оған дейін, қараңыздар, осы жерде айтып кетейік. Бізде логикалық операциялардың схемасында өздерінің әрқайсына сай нелері болады, фигуралы болады. Өзіне әрқайсына сай, мысалы, белгілері болады дедік қой біз. Сонда бізде өздеріне сай таңбалы фигуралы болады. Мысалы, қазір көрсем, қараңыздар, бізде терістеу, not, ол бізде былай болады. Мысалы, келетат бір, мысалы, А болсын, Б болсын, А қошу Б болсын, былай келет, мынандай домалық болады. Мынау бізде терістеу. Мысалы, бізде А келе жатыр дейік, А келе жатыр да, емін айықтан А емес болып шығады. Осыны сіздер жаттап алыңыздар. Сосын, тағы да оныкі мынандай түрде келу мүмкін, 3×3 түрінде келу мүмкін. Домалық мына яғында болады. Бұл жерде тура солай. А мысалы келет, или А қосу Б келет. Сіз шыққан мәні бізде А қосқан Б жақша, алдынан біз нені қойсақ болады, белгісін қойсақ болады. Енді келесі бізде конъюнкция. Конъюнкциямыз бізде былай болады.
мындай бір фигура болады. Осылай мысалы а болсын, көбейту а болсын, мысалы конъюнкция екі зат кіреді. Мысалы былай, бір input, бір output болады. Мына жақта екі input, бір output. Қалай болады? А көбейтілген б болады. Енді қараңыздар, бірақ қазір дизъюнкцияны айтып кетейін. Дизъюнкцияда бізде конъюнкция ұқсас, бірақ бізде былай болады. Мына жағы былай кесілген болады да. Мына жағы алып, қайттан қосылып кетеді мұнда. Осындай болады. Қайттан бізде екі кіріс және бір шығыс бізде. Ол бізде уже мына жақтан а қосылған б болып шығады. Енді қараңыздар, бірақ мен сіздерге көрсеткен мысалда басқа фигуралар. Бірақ қараңыздар, біз мұнда тек қана мен сізге айтқаннан тек қана терістеу келіп тұр. Бірақ қараңыздар, бізде жай ғана мысалы квадрат болсын. Осылай жай ғана квадрат, бірақ квадраттың ішінде бізде белгісі тұр, көбейтін белгісі тұр. Сондықтан бізде а көбейтілген болады. Мұнда мысалы бір болса, бір бізде ол қосудың белгісі, дизъюнкцияның белгісі. Домалақ айтып кеттік, ол бізде инверсия, терістеудің белгісі. Енді қараңыздар, осыны енді формула айналдырайық. Бізге айтады қазір бізге айтады конъюнкцияны былай жасайық, смайлик болып, көңілсіз смайлик болып, а көбейтілген б дейік. Енді қараңыздар, мынау екіншісінің несі бар ғой, екінші жолы бар ғой бұның. Бағытта бізде б емес болып кетеді мына жақта. Б емес болып кетеді. Енді қараңыздар, мына жақта бізде б емес қайттан екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді, оның екі бағыты бар. Ол біріншісі мында қайттан, мынау бір дегеніміз, қайттан бір нәрсемен қосылады ғой. Бірақ уже мына жақта мынаның жалғасы болады. Мынау а көбейтілген б-ның жалғасы болады. Сонда біз былай жазамыз. А көбейтілген б қосылған, қосуды біз смайлик үстіге қарасын, қосылған б емес. Үстіне сызып қойдым. Енді ары қарай қараңыздар, бізде қайттадан мынау б емес бар ғой, екіншісі б емес. Ол бізде астынан келеді да, үстіне көтеріліп, қайттан мынау шыққан мәнмен қосылады. Сонда біз не істейміз? Біз жақшаны қолданамыз. Мына жақта міндетті түрде жақшаны қолданамыз. Жақша болады. Енді жақшадан кейін біз жаза аламыз. Мында көбейтілген, ол мынандай мысалы 3/3 болсын, көбейтілген б емес. Осы бізде белгілі бір біздің формуламыз болады. Енді қараңыздар, осындай негізі оңай. Берілген нәрсені біз математикалық тілде формулаға айналдыру керекпіз. Сөйтіп шығара аламыз. Енді мысалы мен сіздерге айтам, а тең мысалы 1-ге болсын, б тең 0-ге болсын. Осы жауапты қарап көріңіздер. Осындай вариантта. Давайте. Мысалы а көбейтілген 1, 1 көбейтілген 0, жақшаның ішінде қосылған 0 емес, 0 емес, бізде 1-ге тең болады. Мынау жақша бізде. Жақша. Мұнда қайтадан көбейтілген б емес, б бізде 0-ге тең, қайттан 1 болады. Тең болады. Сонда бізде қараңыздар, 1 көбейтілген 0, бізде 0 болады. 0 болады. Бірақ бізде 0 қосылған 1, 1-ге тең болмай ма? Конъюнкцияда, дизъюнкцияда, дизъюнкцияда 0 қосылған 1 бізге 1-ге тең болады. Енді қараңыздар, бізде 1 көбейтілген 1 шығады. 1 көбейтілген 1, бізде конъюнкциясының ережесі бар. Тек қана екі шартымызда ақиқат болғанда, ақиқат дегеніміз 1. Тек қана екі шартымыз ақиқат болған кезде ғана біздегі шыққан мән ақиқат болады. Сонда мұнда 1-ге тең болады. Жауабы 1 болады. Осындай есеп. Енді құрметті оқушылар, мынаны фотоға түсіріп, пауза қойып, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Керек ақпарат. Негізі логикалық сызбалар оңай, ент-да оңай алып кете алатын есептердің бірі. Осыдан сіздер ұпайларыңызды жоғалтпау керексіздер. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше.